алдында мен сіздерге распаковка түсірген кезде осыны көрсеткен 4500 теңгеге алдық. Қазір енді осындай нелер пісіретін боламыз. Вафлилар. Кайф. Жұмыртқа бұтқаған нанды тұққа сол магазинге барамыз. Жұмыртқа алып келдім. Бізге қазір жұмыртқа керек. Біздің артқы камераны көріп тұрма. 3 жұмыртқа аламыз. И мынандай не аламыз. Стройный теңдеге. Сондай бір бәле аламыз да. Бүйтіп үшеуін жарамыз. Потому что бізде адам көп и бәрі жоқ қояды. Сөйтіп біріншісі кетті. Екіншісі кетті. И самый последний. Все, үшіншісі кетті. Енді осындай үлкен қасықпен қант аламыз. И сол үлкен қасықпен 3 қант саламыз. Все. Енді ештеме салмаймыз, оны біз араластыру керекпіз. Сондай блендер, миксерлер бұл. И былай қойып араластырамыз. Осындай белый болғанша араластырасыздар. Бізде белый болды, ойбай. Енді біз ұн қосамыз. Бізде первый сорт осындай мука. Бұдан біз тоже қасықпен саламыз. Так. Бір. Міне үлкен қасықпен. 2. Енді әрқалай, егер үйлеріңізде адам аз болса, онда ұнды аз қосасыздар. И сразу үстінен сүт қосасыздар. Примерно на глаз қоясыздар. Енді бұны араластырасыздар. Тестасы осындай болып шықты. Қойдық. Қазір енді шоколадты неге саламыз. Сосын кейін барып салфанға салып, бұны ертеміз. Май құюды вообще ұмытпау керек. Жаңа мен құяйын деп жатсам, майға қарап, май құю керек. Бұған екі жағына да. Вот енді осылай аламыз. Аламыз да мынаның ортасына былай қоямыз. И мынаның да ортасына бүйтіп. Шет жақтарына құюдың қажет жоқ, өйткені шет жақтарына өздері барады. Енді бисмилля деп мынаны жабамыз. И мынаның астын бүйтіп дейміз. Достар, мен жарты видеоны ұмытып кеттім. Осындай вафли шықты. Үстіне осындай озераның жаңағы шоколадты ертіп осылай шықты. Вообще кайф болды. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Всем пока.